Assalomualaikum do'stlar, qalaysizlar? Aman esensizlarmi do'stlar? Endi bugun biz video chiqarib жатырмыз. Әрине sizlar uchun bizning arnamizda qo'llab, like bosib, tirkiluvda unutmangizlar. Al endi biz videomizda bastayıq. Bugun biraz talqılovlar жасаймыз. Transferler жайлы, Neymar жайлы және Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері жайлы. Sizlar endi video башламай тұрып like, комментария қалдыруды unutmаңыздар және тіркелгеннен кейін колокольчик басуды да unutmаңыздар. Әлемнің үздік ойыншыларының бірі Криштиану Роналдо VAR жүйесі туралы өз ойын білдіре кетті. Білеміз, соңғы ойында Криштиану Роналдо Аль-Фатих клубына қарсы өнер көрсетті және Криштиану Роналдоның бір голын есептемегенде Роналдо камераға қарап бірден келер сөйлеген болатын. Жалпы айтқанда енді ойын біткеннен кейін баспасөз қызметіне өз ойын білдіре кеткен болатын. Ратинг айтады, мен әрдайым голдар салып командамды алға сереуге тырысамын және әрқашан қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Ал төрешілер болса мені таза голымды есепке алмайды. Жалпы бұл менің мансабымдағы алғашқы есепке алмаған голдарым емес деп айтып кетті және ойыннан кейін пресс-морган менде кездескен болатын. Пресс-морган болса айтады, Криштиану Роналдо, сен өте керемет ойыншысың және бүгінде гол салдың деп. Ал енді пресс-морган ойын біткеннен кейін өзінің Instagram парақшасына айтқан екен, Роналдо әрқашан өте керемет деңгей көрсетеді, жасына қарамай. Бірақ енді оның таза голын есепке алмай қойды. Және де бұл дұрыс емес деген екен. Және Криштиану Роналдодан сұраған екен, ең best деріміз әрине үздік. Ең үздік ойыншы кім сіздің ойыңызша дегенде, бұл Криштиану Роналдо ойланып отырмай, өзім деп айтпай, әрине әлемнің үздік ойыншыларының бірі Лионель Месси деген екен. Енді бұл менің ойымша бір-біріне деген құрмет деп ойлаймын. Криштиану Роналдо әрқашан мен мықтымын, мен әрдайым голдар саламын, Еуропада өте керемет деңгей көрсеттім деп жүретін Криштиану Роналдо бірінші рет па, екінші рет па білмедік, осы енді Лионель Мессиді мықты деп санаған екен. Испандық басылымдарының ақпаратына қарайтын болсақ, әрине Хави Эрнандес бапкерлік жұмысына қайта оралады деген ақпараттарда бар. Енді Барсадан кеткеннен кейін Хави Эрнандес ешбір клубты баптаған жоқ және демалыста жатты. Енді Хави Эрнандес өзінің мансабын қайтадан жақсы парақтардан, жаңа парақтардан бастағысы келеді. Енді қазіргі уақытта Хавиде қызығып отқан біраз клубтар бар. Мысалға, Саудия лигасының клубтары және MLS-тің клубтары, бразилиялық клубтар. Ал енді Еуропадан бір клуб қызығып отыр. Ол Италияндық клуб Ювентус клубы. Ювентус клубы қазір ойындары сүреңсіз болып жатыр және жағдайларда жақсы емес. Тиаго Моттаның Ювентустағы ойындары да жақсы емес және команда басшылығы Тиаго Моттаға сенбейтінін жеткізіп отыр. Ювентус негізінде осы Антонио Контемен келісім шартқа отырғысы келген. Ал Антонио Конте қазіргі уақытта Наполидің бас бапкері. Наполи мен бас бапкері Антонио Конте мен қазіргі Ювентустың бас бапкері Тиаго Моттаның тактикасы бірдей. Қарымта шабуылдарға шығады, шабуылдарда ұйымдастырады және қорғанысқа да жатылады. Бірақ енді соған қарамай енді осы Тиаго Мотта Болоньядағыдай осы Ювентуста өнер көрсете алмай жатыр. Ал енді Хави Эрнандес келетін болса жақсы болады деп ойлаймын. Хави Эрнандесті білеміз, ол ішкі чемпионатқа жақсы қарайды. Мысалға енді Барсада жүрген кезінде де ол Испания Ла Лигасын жеңіп алған, ал Чемпиондар Лигасында біраз жолы болмаған. Енді Ювентусқа қазіргі бапкер болып келетін болса, Чемпиондар Лигасын армандамай қойсын, бірақ серияны жеңіп алуға тырысатын болады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Хави Эрнандес Ювентусқа жараса ма, жараспай ма? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болса жаңалығымызды жалғастыра берейік. Сіздер әрине лайк басуды ұмытпаңыздар. Серияның Ювентус клубы туралы сөйлестік. Енді Милан клубы туралы сөйлесетін болса, Миланның экс-бапкері Фонсека туралы айта кетейін. Фонсека бұрындары байқасаңыздар әрине тактикалық тұрғыда жақсы емес, кей ойындарда жеңіске жетеді және серияда көп ұпайлар жоғалтқан. Ал енді қазіргі уақытта Консейсауа келіп Миланның жағдайы жақсы болды және камбэктермен ойнай алатынын жеткізіп жатыр және серияда өте керемет деңгей көрсете алды деп айта аламын. Енді Фонсекаға тоқталатын болса, Фонсека не істеді? Реал жеңді, бір-екі жақсы команданы жеңді, бірақ әлсіз командалардан жеңіліп және ұпайлар жоғалтты. Ал енді Миланның деңгейі қазіргі уақытта өте керемет деп айта аламын. Миланның соңғы ойыны осы Пармаға болды серияда және Милан бір камбэк жасады деп ойлаймын. Осы Парма бірінші есепті ашады, содан кейін Милан теңестіреді, Парма есепті еселейді.
осы Милан соңында барып жеңісті жұлып кетті. Пулишич және Чуквуезаның голдарының арқасында әрине Милан клубы жеңіске жете алды. Жалпы айтқанда енді Милан осы маусымда серияны жеңе алмайды енді. Бірақ соңғы ойындары осы Реал Мадридтағыдай ойнап жатыр. Реал Мадридті білеміз көбінесе камбэк жасайды. Ал енді Миланда соны қайталап жатыр. Ал португалдық бапкер болса өте өзінің мықты екенін көрсетіп жатыр және ойынның соңғы жағында өзінің реакциясын көрсеткен болатын. Енді өзінің эмоциясын көрсетті және ашуланды, қуанды. Сонымен әрине ойын бітті және осы Консейсао ойын біткеннен кейін өз пікірін жеткізе кетті. Біз енді өте керемет деңгей көрсете аламыз және әр ойын сайын 3 ұпай алуға тырысамыз және біздің команданың мінезі жақсы деді қазіргі уақыттағы Миланның бас бапкері Консейсао. Осы маусымнан кейін келісім шарты бітетін ойыншылар мысалға Йозуа Кимих және Трент Александр-Арнольд. Қазіргі осы екі ойыншылар қалаған клубымен келісім шартқа отырады және келіссөзде жүргізе алады. Жалпы айтқанда енді бүгінгі видеода енді қазіргі жаңалығымыз осы Кимих туралы. Кимих енді қазір Бавариядан кететін ақпараттарда бар. Енді Бавария ұсынып отқан ақша Кимихқа ұнамаған. Кимих болса ақшамды көбейтіңдер, командада қаламын дейді. Ал Бавария болса әдеттегідей болмыжданып ақшам жоқ деп ақшалар қиыншылықтарын жеткізіп отыр. Ал Кимихтің болса өзіне жететін абыройы бар. Енді қазіргі уақытта енді Кимихқа қызығып отқан әрине Барселона клубы және Реал Мадрид клубы. Енді Барселонаға керек деп ойлаймын. Барсада қазір тірек жартылай қорғаушылар бар, бірақ әрине жас. Жалпы айтқанда енді Ханс Дитер Фликтің қолында бұрын жұмыс істеген Баварияда және требл жеңген. Енді ең маңызды, ең мықты кезеңі осы Ханс Фликтің кезеңінде болған екен. Жалпы айтқанда енді қазір Барсада мысалға енді Касадо деген ойыншы бар және Берналь деген ойыншылар да бар және тез-тезде тірек жартылай қорғаушының Гави да және осы Френки де Йонг, Педрилар да атқара алады. Енді менің ойымша егерде Йозуа Кимих келетін болса, бір командаға бір басшы болып және тактикалық тұрғыда да керемет өнер көрсетіп және тәжірибе жағынан да жас ойыншыларға өзінің кеңесін бере алады деп ойлаймын. Енді Барсаға келсе де дұрыс деп ойлаймын осы Йозуа Кимихті. Йозуа Кимих негізінде өте мықты тірек жартылай қорғаушылардың бірі, Родридан да кем деп ойламаймын және бұл оң қанат қорғаныста да өнер көрсете алады. Мен сіздерге айтайын не үшін Барсаға келеді деп айтып жатқанымды. Реалда қазір Винисиус бар. Винисиус пен осы Кимихтің арасы жақсы емес. Сол себепті енді Винисиус көтем Кимихтан қорқа ма әйтеуір дегенде осы Кимих Реалға барғысы келмей және Реал Мадридпен бір жаума сондай бұрыннан жау болып келе жатқан осы Кимих. Ал біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Қазір енді Барселона және Валенсия туралы сөйлесе кетейік. Алдыңғы видеомызда әрине Реал Мадрид Валладолид арасындағы ойынға тоқталдық. Енді бүгін Барселона туралы айтпасақ болмайды. Барселона Валенсия клубын тас-талқан етіп 7-1 есеппен жеңіске жетті. Барсаның деңгейі өте керемет деп ойлаймын. Бір тайымның өзінде 5 гол салып тастаған. Ойбай, мына не деген нәтиже деймін. Ол соңғы рет Луис Энрикенің кезеңінде болған. Луис Энрикенің кезеңінде білеміз, жартылай қорғаушылар жақсы болмаса да, олардың шабуылы мықты болған. Қазіргі уақытта Ханс Фликтің командасы осы Валенсияны солай қорлап тастады деп айта аламын. Валенсия клубы не істеді? Жақсы өнер көрсете алды. Негізінде осы топ 10 клубқа кіреді Ла Лигада, бір топ 7, топ 6-ға кіретін клубтардың бірі. Ал Барселона болса осы шайнамай жұта салды және Instagram парақшасында Фликтің өзіне айтқан 32 ойында 100 гол не деген керемет нәтиже деп Instagram парақшаларға да шығып кетті осы Флик. Ойынның барысы қалай болады? Барселона не үшін автобусты өнер көрсете алмай, сол туралы айтатын болсақ, әрине бұл енді 18 минуттың ішінде Валенсияның қақпасына 4 гол көрдік. 4 гол керемет нәтиже деймді енді. Бұл енді бәрі осы Фликтің арқасында деп ойлаймын. Фликтің тактикасы сондай. Бұл ойында негізінде Роберт Левандовскийді алаңға шығарған жоқ бірінші таймда. Соған қарамай бәрібір жақсы өнер көрсете алды. Енді сіздерге айтайын, Барселона не үшін көп голдар салып тастады? Негізінде Барселона клубы көп гол сала берген сайын ойыншылар, мысалға қарсылас команданың ойыншылары шабуылға шығар. Егерде Барселона гол салмай жүрсе, енді қарсыластың командасы болса әрине олар өздеріне автобус қоя бастайды. Ал Барселона болса автобустан ешқашан гол сала алмайды. Содан кейін ойын басталғаннан кейін 2-3 минуттан ішінде, 3-4 минуттың ішінде 1-2 голдар салып тастады. Содан кейін әрине Валенсия клубы амалының жоғынан осы шабуылдарға шықты және шабуылдарға шыққанда әрине
Барселона клубы қарымта шабуылдармен керемет өнер көрсете алады. Және қазіргі уақытта Барселонада керемет қарымта шабуылмен ойнайтын әрине Рафиня. Ал енді мына жақта Ламин Ямал болса өзінің пасын шығарды, бірақ бір-екі моменттерде енді осы Ферран Торрес қолдана алған жоқ. Ал енді қазіргі уақытта Барселонаның капитаны, енді екінші капитаны Френки де Йонгқа тоқталатын болсақ, Френки де Йонгтың негізінде осы тірек жартылай қорғаушы қылып шығарды. Енді осы Гави, Педрилерді шығарған жоқ бұл ойында. Осыларға сенді. Ал Фермин Лопеске тоқталатын болсақ, Фермин Лопесті керемет гол салды. 2 гол және 2 ассист жасады. Бұл да өте керемет нәтиже. Соңынан қазіргі уақытта Ла Лигада турнирлік кестеде 3-ші орында тұр, және Реал Мадрид болса 1-ші орында тұр, және Барсадан 7 ұпай алды, және Барселона клубы чемпион болады деп айта алмаймыз, бірақ енді чемпиондыққа фаворит деп ойлаймын. Енді Реал Мадридта өзінікін бермейтін клубтардың бірі. Пенальти болса да, вар болса да, қалай болмасын, енді екі клубтарда осы чемпиондыққа қытырсатын болады. Жалпы айтқанда енді Валенсия осы турнирлік кестеде 19-ші орында тұр. Енді Валенсияның жағдайы 19-ші орында тұратын команда емес, негізінде бір 5-ші, 6-ші орында тұратын клуб деп ойлаймын. Жалпы айтқанда енді Барселона жанкүйерлерін осы ірі жеңіспен 7-1 есеппен құттықтаймын, және маусымның енді ортасынан енді асқан кезде 100 голдармен де құттықтаймын. 32 ойында 100 гол өте керемет. Осы маусымда Еуропада ешбір клуб, әлем бойынша осы маусымда ешбір клуб 100 гол салмаған 32 ойында. Осы маусымда айтып тұрмыз. Ал енді мен жаңалығымызды жалғастыра берейін. Сіздер болса лайк басуды ұмытпаңыздар. Неймар Джуниор білеміз, қазіргі уақытта енді азанымен ақпараттар шықты. Аль-Хилалмен келісім шартын бұзды, және Фабрицио Романоның өзі айтып жатыр. Бұл енді Сантос клубына барады деп. Неймар негізінде осы Аль-Хилалға кеп ақшаны жеді деп ойлаймын. 7 ойынға қатысқан, 2-3 гол салыпты. Енді жалпы айтқанда енді Неймар өзінің деңгейін осы Сауд Арабиясында жалғастыра алмады, және өзінің деңгейі қандай екенін Саудия лигасында ойыншыларға дәлелдей алмады десек те болады. Мысалға Саудия лигасында өнер көрсетіп жүрген Криштиану Роналду бар, Бензема бар, Садио Манелер сияқты өзін жақсы көрсете алмады, және жарақаттар да осы Неймарды құртқан болатын. Енді қазір енді Неймар Саудия лигасына келіп не істеп кетті? Тек қана ақшаны жеп кетті деп айта аламын. Біраз ақпараттар шыққан, осы жазда Неймардың келісім шарты біткеннен кейін Неймар Сантосқа бармайды, Аль-Хилалмен келісім шарт ұзартпайды. Осы Интер Майамиде Луис Суарестердің қасына барады деген ақпараттарда болған. Енді Интер Майамиде бармайтын болып шешті, және өзінің бұрынғы клубы Сантос клубына барады деген ақпараттарда бар, және Сантостың ойыншысы деп ақпараттарда шығып жатыр. Жалпы айтқанда енді басылымдар енді қалтайтпайтын шығар, енді барлық басылымдар солай айтып жатыр. Бразилия лигасында қазір енді бір нашар деп айта алмаймыз. Еуропаның мықты ойыншыларының өзі де, сол жақта Каутиньоның өзі де осы Неймарлардың бір лигада өнер көрсете алады. Неймармен енді Аль-Хилал клубы екі жақты келісіммен өздерінің келісім шартын бұзып тастаған екен. Жалпы айтқанда енді Неймарға сәттілік тілеп қаламыз. Сантосқа да енді Сантосқа ойын жағынан көмектесе алмаса да, имидж жағынан ақшалай көмектесе алатыны анық. Енді спонсорлар келетінде анық шығар. Енді осындай Неймар деп. Менің ойымша осы Неймар сияқты Еуропада әлемдік деңгейде ешкім финт жасай алмайды. Енді өзінің мансабын құртып алды деп ойлаймын. Енді өзі кінәлі, өзі сондай еңбек жасамады, және осы Суарестермен ойнаған кезде MSN триосынан кейін осы Неймардың мансабы құрды деп ойлаймын. Енді бәрібір болатын нәрсе болды. Неймар енді Аль-Хилал ойыншысы емес бүгіннен бастап. Қуан қазақ дейміз ба, енді Станислав Саламұлы Черчесов Қазақстан ұлттық құрамасының тізгінінен кетті. Әйтеуір шүкір Станислав Черчесов командадан кетті. Енді жалпы айтқан енді ұлттық құраманың бапкері емес қазіргі уақытта. Өте керемет жаңалық деп ойлаймын. Негізінде бұл ақпарат кеше шыққан, бүгін біз енді шығарып отырмыз. Кеше бір кей жағдайларға байланысты видео шығара алмадық, одан да әрине кешірім сұраймыз. Бірақ енді Станислав Саламұлы Черчесов кеткеніне қуаныштымын. 5 ойын 0 гол, 4 жеңіліс және 1 тең ойын. Оның өзі Норвегиядан Зорға дегенде автобус қойып деймін еді, Еуропа тіліне айтқанда. Сонымен Зорға дегенде жеңістер жетті. Магомед Алиевтің кезінде осы біздің ұлттық құрамамыз көп жағдайларда жеңістер жеткен, камбектерді жасаған, ойындары да жақсы болған. Енді бұл көкем тиеннен кейін ойындары мүлдем жақсы болған. Негізінде бұл ресейлік бапкер әлем чемпионатына қатысқан, опыт деген бар, тәжірибе деген бар деп алып келген еді Қазақстан ұлттық құрамасының басшылықтары. Енді бірақ енді бұл үмітті
ақтай алған жоқ. Достар, енді бүгінгі видеомыз осы. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, енді сіздер осы Станислав Саламұлы Черчесов туралы видео шығарғанын қалайсыздар? Бір 10-15 минуттық видео шығарсақ қалай болады? Сол туралы әрине өздеріңізді комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де осы видеоға бір 200-ден астам лайк жинайтын болса, әрине Станислав Саламұлы Черчесовқа әрине видео шығаратын боламыз.